Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде баклажаннан қысқа арнап жасалынған салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ел арасында баклажаны по-грузински, по-корейски деп жатады. Қай атауын дұрыстығын білмедім, бірақ қыстың күні ең дәмді салаттардың бірі. Сондықтан да дәл осы рецептіменен құрамын көбейтіп, молырақ жауып алыңыздар. Салатымызды жасау үшін көкөністерден болгар бұрышын аламыз. Болгар бұрышының еттілеу сортынан аламыз. Және баклажан, сарымсақ, кинза, ақжелкен аламыз. Алдын ала барлық көкөністерімізді жуып, құрғатып аламыз. Алдымен баклажандарымызды домалақтап турап аламыз. Жұқа қылмай, біркелкі етіп тураймыз. Қышқыл дәмін алу үшін үстінен ас тұзын салып, асын үстіне шығарып араластырып, суы шыққанға шейін қойып қоямыз. Бір бас сарымсағымызбенен бір тал ащы бұрышымызды да болгар бұрышымен бірге ет тартқыштан өткізіп аламыз. Алдымен болгар бұрыштарымызды ортасынан бөліп, ішіндегі дәннен тазалап, ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болу үшін біркелкі етіп турап аламыз. Осыдан кейін барлығын бірге ет тартқыштан өткізіп аламыз. Барлығын бірге ет тартқыштан өткізіп алдық. Енді массамыздың үстіне біраз қасық ас тұзын саламыз. 2 ас қасық қант саламыз. 2 ас қасық сұйық май құямыз. 4 ас қасық 9% сірке суынан құямыз. Бутылкасына мән бермеңіздер. Ақжелкен мен кинзамызды ұсақтап турап, массамыздың үстіне салып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Тұзда тұрған баклажандарымызды ситаға салып сүзіп, қолымызбенен жақсылап сығып, сорғытып аламыз. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, баклажандарымыздың екі бетін бірдей қызартып, қуырып аламыз. Баклажандарымызды қуырып алдық. Дайындап қойған банкілеріміздің түбіне 3 немесе 4 түйірден баклажандарымызды бір қатар салып шығамыз. Банкілерімізді алдын ала стерилдеудің қажеті жоқ.
тек бар болғаны жақсылап жуып алсаңыздар жеткілікті. 3 немесе 4 түйір бір қатар салғаннан кейін үстіне массамыздан 2 не болмаса 3 ас қасықтан құйып шығамыз. Осылай банкымыз толғанға шейін қатарын реттестіріп қайталай береміз. Банкаларымызды толтырып алдық. Банкаларымыз еркін сиятындай үлкендей от салып, түбіне мата төсеп, банкаларымызды осының ішіне орналастырып, қақпағын жауып, иығына шейін келетіндей жылы суымызды құйып, ыдысымызды отқа қоямыз. Отқа қойғаннан кейін, қайнағаннан кейін 20 минут орта отта қайнатамыз. Салатымыз суда 20 минут толық қайнады. Енді банкаларымызды судан алып, қақпағын қаттырақ бекітіп, төңкеріп, әбден суығанға шейін, 2-3 күнге шейін үстін жылы жауып қоямыз. Салаттарымыз күннен күнге тұра қысқа шейін дәмі ашылып, одан сайын дәмдірек болады. Дәл осы рецептімен дайындап алыңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Видео рецепті көңілдеріңізден шығып жатса, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, алдағы уақытта менің жаңадан шығатын рецептімді жіберіп алмас үшін жанында қоңыраушанында баса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі менің видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық.